Барлықтарыңызға сәлем. Менің видеоларымды жоғалта алмас үшін менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ал бүгін біз сабақта Pinduoduo сайтынан қалай заказ беру керектігін айтатын боламыз. Заказ бергенде қателесіп кетпеу үшін осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен осылай Pinduoduo сайтына кіреміз. Осы жерден өзіңізге қалаған товарларыңызды қарайсыздар. Мысалы, мен чехол бергім келеді. Осы чехолдың қатарына қарай кіремін да. Осы жерден өзім қалаған чехол таңдайтын боламын. Мысалы, осы чехол маған ұнап тұр. Осыған кіріп көремін. Бұлай суреттерді жылжыту арқылы біз түстерін көретін боламыз. Әртүрлі түстерінен бар. Қарай берсеңіздер. Так, енді біз заказ бермес алдын адамдардың жазған отзывтарын көретін боламыз. Отзывтарын осы жерден кіреміз. Суреттерін көреміз осылай. Суреттерге қарағанда сапасы жақсы. Енді комментарийға жазған адамдардың шынайы отзывтарын көру үшін біз осылай жазуларын скриншоттап аламыз да. Өткенде сіздерге көрсетілген фотопереводчикке салатын боламыз. Осы жерде фото дегенге кіреміз астында. Сол жерге жаңа суретті қоямыз. Осы жерден оқитын боламыз. Тек бір ғана емес, бірнеше отзывтарды осылай көрсек болады. Енді келесі біз магазиннің рейтингін көреміз. Магазиннің рейтингі осындай 4 жұлдызша немесе 5 жұлдызша болған кезде ғана заказ бере аламыз. Ал егер 4 жұлдызшадан аз болған жағдайда біз ол магазиннен заказ бере алмаймыз. Өйткені ол күдікті болуы мүмкін. Енді осы товарды жоғалта алмас үшін сіздер астында жүрекшені басып, избранныйға сақтай аласыз. Жаңа жүрекшені бастым. Енді мысалы басқа да товарлар заказ берген кезде, тоже астында жүрекшені басып қоямын да. Менің деген беттен осы батырманы басып, жаңағы жүрекше басқан товарларыңызды осы жерден көре алатын боласыздар. Бұл не үшін керек? Яғни сіз затыңызға заказ берейін деп жатқан кезде қолыңыз босамай қалуы мүмкін. Сол кезде осы заттарыңызды жоғалтып алмас үшін осы жүрекшені басу арқылы сақтап қоятын боласыздар. Енді біз магазиннің рейтингін көрдік, адамдардың жазған отзывтарын көрдік. Енді заказ беру үшін астында қызыл батырманы басамыз. Сыртында, мысалы 4-9 юань деп тұрғанмен ол мына жақтан өзгеруі мүмкін. Өткен сабақта айтылғандай, сіздер адрес тіркеп қойдыңыздар. Енді мына жерде жаңа пост деген сөз шығып тұру керек. Жаңа пост және филиалдың адресі деп шығып тұру керек. Енді мына жердегі қытайша жазуларды аудару үшін жаңағыдай скриншоттап аламыз да, фотопереводчикқа салатын боламыз. Осылай аударып аламыз да. Мысалы, мына жерде түстер жазылған екен. Розовый, черный, голубой, серый. Мен осылай серый түсін таңдайтын болдым. Ал енді мына жерде тұрған оттың суреті ол ең көп өткен товардың белгісі болып табылады. Ал мына астындағы жазулар ол iPhone-ның маркалары. Яғни мен iPhone 11 таңдаймын, 11-дің өзін. Мысалы, сіздер сол товардан 2 зат немесе 3 зат алатын болсаңыздар, мына жерде плюс, минус өздеріңіз таңдай аласыз. 3 зат беретін болсаңыз, 3 зат, немесе қателесіп кетсеңіз, артқа қарай минусқа апарып, 1 затты алсаңыз болады. Және заказ берер алдын осы жерге мұқият қараймыз. Жүрекшені сурет тұру керек. Ал басқа нәрсе тұрған жағдайда оны жүрекшеге ауыстырып, заказ беретін боламыз. Енді төлем жасау үшін астында қызыл батырманы басамыз. Байқасаңыздар, жаңа 7-9 юань болып тұрған еді, қазір 8-13 болды. Яғни Pinduoduo сайты сізден 30 теңге немесе 60 теңге услугасын ұстайтын болады. Енді 8-13 юань дегеніміз қанша теңге болатынын білу үшін Google-ға кіріп, юань в теңге деп жазатын боламыз. Бұл өткен сабақтарда көрсетілген. Так, 61. 8-13. Яғни бұл 503 теңгеге шығып тұр. Енді қызыл батырманы басамыз. Осы жерге сіздің карточкаңыздың артындағы 3 санды жазатын боламыз.
Өткен сабақтарда мен айтқан болатынмын, сол 3 цифраны жазғаннан кейін сізден пароль сұрайды, яғни сіз өзіңізге әр заказ берген сайын пароль сұрайтын болады, соны бір жерге жазып қойыңыз деп айтқан болатынмын. Соны жазасыз. Мен бұл жерде пароль жазбадым, яғни Face ID-ді қосып қойған болатынмын. Осылай сізге Каспийден төлем жасалды деп келетін болады. Төлем жасалғаннан кейін сіздің товарыңыз осы жерде тұрады. Сатушы сіздің товарыңызды дайындап жатқан кезде осы батырмада болады. Ал сіздің товарыңыз КамАЗдың сурет тұрған батырмаға жеткен кезде сіздің товарыңыз жолға шығады. Яғни сол кезден бастап сіздің трек кодыңыз шығады. Сол трек кодты жаңа постқа жазып көрсеңіздер болады. Сіздің товарыңыз жолға 24 сағаттың ішінде шығатын болады. Яғни сол 24 сағаттың ішінде осындай трек кодыңыз шығады. Енді трек код шыққаннан кейін жаңа пост приложениесіне барамыз. Сол жерден товарымыздың қай жерде келе жатқанын көре аламыз. Осылай хабарлама деген жерге барамыз да, осылай сізге сообщение келіп отыратын болады. Егер сізге мұндай хабарлама келмеген жағдайда, жаңағыдай трек кодын копировать етіп алып, осы жерде трек кодпен іздеу дегенге барамыз да, осы жерге вставить ететін боламыз. Осылайша іздейміз. Менің осы товарым сұрыптау орталығына жеткен. Мінекей осылай көре аламыз. Ақпаратқа кірсек, осылай тұратын болады. Және осылай тауардың салмағы шығып тұрады. Менде $0,47, яғни 211 теңге салмағына шығып тұр. Осылайша сіздің қай затыңыз қай жерде келе жатқанын осы жаңа пост арқылы қарап отыра аласыздар. Және салмағы да сразу осы жерге шығатын болады, сол жерден көре аласыздар. Заказ бермес алдын осы жерден бөлімшеңізді таңдап аласыз. Ол міндетті түрде, яғни өзіңізге жақын бөлімшені таңдап аласыз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видео ұнаса лайк басып, комментарийға өздеріңіз түсінбеген жерлеріңізді сұрасаңыздар болады.